Папара-пара-пара-пам, шмяк пен ірімшік. Папара-пара-пара-пам, мысық пен шақ. Папара-пара-пара-пам, жақын достар. Папара-пара-пара-пам, пара-пара-пара-пам. Біздің жерде отырмаймыз, әрқашан көңілді жүреміз. Папара-пара-пара-пам, пара-пара-пара-пам. Марғау шмяк. Қолыңды тарт. Қара, Томпа ханым оны басып кетеді. О, жоқ, тоқтаңыз. Ай. Кішкентай шмяк, маған не айтқың келді? Томпа ханым, жүріңіз. Жаяу жүргіншілер өткеліне жолды өту әлде қайдан қайлы. Міне осылай. Тағы бір нәрсе, көзілдірігіңізді ауыстыру керек деп ойлайым. Шынымен бе, солай ойлайсың ба? Жасымасақ, сен өзіңмен мақтан аласың. Жаяу жүргіншілер өткеліне деген осындай парыз бен құрметің үшін мен сені полиция белгісімен марапаттаймын. Мә, саған керек емес. Көрейінші. Бұл не тағы? Көрмей тұрсың ба? Полиция белгісі. Ол бізге қатаң ережелерді сақтай отырып, полицияны ойнаймыз деп айтады. Қандай ақымақтық. Полиция табылды. Бірақ осы белгімен шмяк полицияның жас көмекшісі болды ғой. Жақсы, әрине. Ал сен мұны қайдан білесің, білгіш ханым? Менің әкем полицей. Ұмытып қалсаң, айтайын. Шмякқа төс белгіні берген сол. Жарайды, ойынды бастайық. Алақай! Сонымен бірінші ереже. Білем, бұдан бұлай әркім жүргенде, жүгіргенде, секіргенде, барлығын кері бағытта істеу керек. Иә, кім құласа сол тұздалған треска болады. Тұздалған треска. Сен ойнамайсың ба? Қане? Енді біз жай ғана жүгіріп қана қоймай, шағын көліктерді айдап келе жатқандай боламыз. Қозғалыстағы машиналар. Тағы бәрі мотор мен гудоктың даусын салса, керемет болады. Ту-ту-ту-ту-ту. Иә! Бір, бип. Ай! Қолдарыңды жоғары көтеріңдер. Сендер қауіпсіздік белдігін таппағансыңдар. Әрімшік, біз екеуміз тамаша полиция қызметкеріміз. Қоппалат, капитан Шмяк. Шмяк! Бип-бип-бип! Сен маған бип еттің бе? Біз сырғанақпен түсе алмай жатырмыз, олар бізге рұқсат бермейді. Бәрін қолдарыңды жоғары көтеріңдер, қозғалтқыштарды өшіріңдер. Мен Киттидің айтқанын естімеймін. Жарайды, онда бип. Біз сырғанақпен мыналардың кесірінен түсе алмай тұрмыз. Ей, балалар, мен де қалайым. Бізге сенің көмегің қажет. Полиция қызметкері ретінде. Бәліш, шип. Басқалары да мінгісі келеді ғой. Басқалар ма? Олар кім? Сендер сырғанақты алып қойдыңдар. Бізге кері қарай жүруді айтқан сен едің ғой, шмяк. Сырғанақ үшін жаңа заң шығару керек. Қолдарыңды көтеріңдер. Жолақ немесе нүктелі киім кигендерге сырғанақпен сырғанауға тек түстен кейін ғана рұқсат етіледі. Артық кетпедің бе? Бәрібір сырғанақ сәбилерге арналған ғой. Бірақ сен сырғанақты жақсы көресің ғой, шип. Онда біз сары екеуміз ғана қалып тұрмыз. Жоқ, мен де бармын. Иә! Мен де сендермен ойнасам бола ма? Иә, әрине. Мен орныма сырғана, мен тамақшы балайын. Мен сендермен ойнасам бола ма? Сенде жолақтар бар. Иә, менде жолақтар бар. Бұ. Ана жерге қараш. Брися, бізбен ойнағың келе ме? Оған болмайды. Жаңа заң бойынша оған сырғанақпен түсуге рұқсат етілмейді. Ой. Біз Брися үшін ерекшелік табуымыз керек. Барлығын қолдарыңды көтеріңдер. Жолақ жағаға қатаң тыйым салынады. Брисядан басқалардың барлығына. Ол бүгін таңертең сырғанақтан түсе алады. Брися үшін сонда ерекшелік бар, ал біз сонда қайдамыз? Мәселе шешілді.
Ням-ням. Ал біз екеуміз тамаша полицейміз, я ірімшік. Ірімшік. Ірімшік Майя. Жоқ, бұл ғана емес. Ірімшік, жоқ. Не істеп жатырсың? Ештеңе емес, жай ғана жаттығып жатырмын. Ал. Қатты емес, кішкентай тышқан. Тышқан, бірақ бұл тышқан емес, тиын ғой. Кім болса да тамаша тіске басар. Көмекке. Қолдарыңды жоғары көтеріңдер. Ойын алаңында кеміргіштерді аулауға қатаң тыйым салынады. Сондықтан мен бұл тышқанды тәркілеймін. Ай. Міне солай. Кім ірімшік Майя сэндвичін қалайды? Мен қалай. Мен қалайым, қане маған. Ай. Ірімшік жоқ. Ол мені жеп қояды. Мен не істеймін? Қолдарыңды жоғары көтеріңдер. Мен мына қорапты және барлық бутербродтар тәркілеймін. Бұл әділ емес. Бұл әділ емес. Жоқ. Болмайды ғой. Жоқ. Сенің бұл ережелерің мүлдем ойға қонымсыз. Дұрыс. Кити, үйге бірге барайық. Мен жаман нәрсе істегем жоқ қой. Олардың барлығы ақымақ. Олар мектепте жалғыз полиция қызметкері болу не екенін түсінбейді ғой. Қаласаң, мен сені ауыстырамын. Амат. Бірақ бәрі бір рахмет. Енді менің барлық достарым маған қарсы бірікті. Білем. Сен оларға сэндвич қорабын қайтарсаң, олар сені кешіреді. Бос. Мен енді полиция ойынын ойнағым келмейді. Қане! Қақпаға соқ! Қане, бол! Қане, Оларымды! Қане, маған бер! Қане, бер деп! Не істеп жатырсың? Менің сөйлесетін уақытым жоқ, Шмяк. Мен футбол ойын аяқталмай тұрып, Шиптің үй тапсырмасын орындауым керек. Бірақ неге? Кити, сен не істеп жатырсың? Мен саған үй тапсырмасын орындауды бұйырдым. Шмякпен сөйлеспе. Менсіз ойнама. Иә, ұқтың ба? Кеттім. Сара! Қане, пас! Бәлеш, маған соқ! Бол, қане! Маған соқ! Мен гол соғу үшін! Жаңа ереже. Мен қақпаға тимесем де, гол есептеледі. Оның үстіне гол соғуға менің ғана құқығым бар. Сондықтан ұпай менің пайдама 14-те 0. Шип, менің белгімді қайтарып бере аласың ба? Қазір мұндағы полицей мен. Бәлеш, маған массаж жаса, ал сен Шмяк кете берсең болады. Шмяк, бірдеңе істеші. 2С жоспарына көшейік. 2С, мұны өзің жаса.
Менде ойын алаңына қатысты көптеген жаңа ережелер бар. Мен сендерге бірден ескертем. Сырғанақпен тек мен түсе аламын. Бізде сен үшін жаңа ережелер бар. Не? Бірақ... Сенде төс белгі жоқ, Шмяк. О, жоқ, олай болмайды. Айтпақшы, ал Сары, кешегі болған жағдай үшін кешірім сұрау үшін мен саған сэндвич Рахмет, дайындадым. Шмяк. Тиын кенет қайтып келсе, ол да жесін. Заңның атымен, мына сэндвичті мен тәркілеймін. Тырнақ операциясы. Тырнақ мырза, сіз өте қорқыныштысыз. Қалғандары да жаман емес, бірақ бұл сіздің шедевріңіз. Тырнақ, қолы, Шмяк. Шмяк, сен үй тапсырмасын істеп отырсың ба? Я, анашым. Жарайсың, марғауым. Мен сені мазаламайын, серуендеп келейін. Жолдан кітапханаға барып, алған кітабыңызды қайтарам. Сен Тырнақ мырзаны білесің ғой, ол мерзімдерді қатаң қадағалайды. Кездескенше. Шмяк, ешкім жоқ. Тағы бір рет сурет салшы. Сарыны салайық. Әрине. Шмяк, не? Тырнақтың портреті қай жерде жатыр? Мен оны кітапқа салғам. О, жоқ! Кітап. Анаң Тырнаққа қайтару үшін алған кітап па? Кешіріңіз! Рахмет, Тырнақ мырза. Сау болыңыз. Сіздің қызметіңіздемін, сау болыңыз. Бәле, біз кешігіп қалдық. Енді не істейміз? Біз кітапханаға кіріп сосын? Әрине, ол жақта Тырнақ мырза бар, ол өте. Мәссаған, сен одан қатты қорқады екенсің. Мен бе? Иә. Сәлеметсіз бе, құрметті агент? Мен бәрін түсіндіре аламын, Найзағай мырза, мен. Дүрлік бе? Томпа ханым аздап көзі көрмейтін ұмыттың ба? Ол мен ойладым. Кеттік. Тыныш. Ай. Алға, тереңдем ал. Сен Тырнақ мырзаның көңілін аударасың, мен болсам ол кезде кітапты тауып суретті алам. Иә? Саған бірдеңе керек пе? Жоқ, сау болыңыз. Керемет, операция сәтсіз аяқталды. Бұл менің күнәм емес, оны көргенде мұртым дірілдейді. Не істерімді білмеймін. Егер сен оны кітапханадан шығарсаң, бәрі іске асады. Бірақ қалай? Сен Томпа ханымның кейпіне енсең болады. Бірақ мен оған мүлдем ұқсамаймын ғой. Бұл маңызды емес. Мяу қала кітапханасы Тырнақ мырза тыңдап тұр. Қайырлы күн, Тырнақ мырза, бұл Томпа ханым. Томпа ханым, сізге қалай көмектесе алам? Маған сіздің көмегіңіз керек боп тұр.
Білесіз бе, мен өзімнің көзілдірігімді жоғалтып алдым. Және адасып қалдым. Үйге жол таба алмай жүрмін. Әрине, Томпақ ханым. Тұрған жеріңізден қозғалмаңыз, мен қазір барам. Ол кетті. Ай! Ай, мен құрыдым. Шмяк. Не, менің ойыма бірдеңе келді. Ана жақта терезе бар. Ол ашық. О, бірақ оған қалай жетеміз? Мен саған көмектесем. Абайлы. Жоқ. Күте тұр. Томпақ ханым, мұнда екенсіз ғой. Қайырлы күн, Шпрот мырза. Жоқ, Томпақ ханым, бұл мен, Тырнақ мырзамын. Сіз көзілдіріңізді тауып алдыңыз ба сонда? Мен оларды ешқашан шешпеймін. Көзілдіріксіз мен ештеңе көрмеймін, және соқыр көрт шыққан Бірақ болған. сіз маған хабарластыңыз ғой. Шынымен бе? Қызық. Мүлде есімде жоқ. Ай, мен расында өзімді нашар сезініп тұрмын. Ірімшік, қалайсың? Ракфор сияқты гүлденіп жатырмын. Бізге асығу керек. Біз бұл жерде күні бойы жүрміз. Ол қайтып келді. Жасырнайық. Ана жерге. Томпақ ханым мүлдем есінен адасты. Қалай шығамыз? Білем, тышқан кейпіне кірейік. Бірақ мен тышқанмын ғой. Мен бұл туралы айтып тұрған жоқпын, сен тырнағыңмен осылай жаса. Ол маған көзілдірігін жоғалтып алғаны туралы айтты. Бірақ неге мен оларды іздеуім керек? Ей, мен мұндамын. Ау! Бұл шыққан ба? Кет жоғал. Сені ме жоғал? Сені ме? Міне ол, таптым. Ай! Ай! Ой! Қолымнан келмей жатыр. Аха! Жоқ, 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 жоқ. Жолдан кет, Шмяк! Ақыры бұл тышқан көзден таса болды. Абайла! Бұл жақтан ешкім келе жатқан жоқ, мына жақтан да. Мен жолда асықпай өтсем болады. Томпақ ханым! Иә, қайырлы күн. Шам бағанасынан ұста.
Абайла балам. Тырнақ мырза, мен сіздің Иә, баспалдағыңыз. баспалдағым. Ол сенің батылдығыңның арқасында қауіпсіз. Ол көшеге қалай шыққанын да білмеймін. Мүмкін мұның бәрі тышқаннан шығар. Мүмкін. Менде кеміргіштер мен қиындықтар болды. Мен тышқан ауладым. Бұл жерде болғаныңыз қандай қуаныш мырза. Сіз болмасаңыз апат болар еді. Сізге қалай алғыс айтарымды Сен маған алғысыңды айтып қойдың, Шмяк. Мені салған суретің керемет. Сіз суретті таптыңыз ба? Кездейсоқ көрдім. Мен көптен бері бұлай күлмеген едім. Не? Мен оны жақтауға салып, кітапхананың қабырғасына іліп келдім. Қарсы болмасаң әрине. Қарсы емеспін, Тырнақ мырза. Мен бұл идеяңызды қолдайым. Саған не айтатынымды білесің бе? Мен Тырнақ мырза туралы қателеспін. Ол мүлде қорқынышты. Асталды. Иә, өте ақылды. Жұлдыздар астындағы шытырман оқиға. Өтінем. Кешіріңдер, бірақ жоқ. Бірақ бұл бір түнге ғана. Сендерге барс пен жорыққа шығу әлі ерте. Әр нәрсенің өз уақыты бар. Жылжуымыз керек. Жарайды, қадамдап. Кешіріңдер, қымбаттылары, мүмкін келесі жылы. Келесі жылы. Демек бір жыл күтуіміз керек. Мен күте алмайым. Біз бүгін жорыққа барамыз. Апа, біз ұйықтаймыз. Қазір ме? Иә, қатты шаршадық. Қайырлы түн. Кеттік, жиналамыз. Иә. Шытырман оқиғалар бізді күтуде. Сен ірімшік майын жеткілікті мөлшерде алғаныңа сеніпсің бе? Әрине, болды, кеттік. Қанекей, шытырман оқиғалар бізді күтуде. Сен сондай кереметсің. Міне, тамаша. Түс пасарға, тамаша. Қандай дәмді. Дәмі тіл үйрет. Біз орманда жалғыз ұйықтаймыз, біз қорықпаймыз, жоқ. Біз сондай батылмыз, орманда ұйықтаймыз. Біз орманда жалғыз ұйықтаймыз, біз қорықпаймыз, жоқ. Біз сондай батылмыз, орманда жалғыз ұйықтаймыз, біз қорықпаймыз, я. Полидің анасы бізге не деп айтты? Сендер әлі кішкентайсыңдар, ал біз оған. Біз болсақ кетіп қалдық, біз сондай батылмыз, орманда жалғыз ұйықтаймыз, қорықпаймыз.
Дүниеде бір құбыжық өмір сүріпті. Оның сары көздері түн қараңғысында жанып тұрды. Оның аты жұтқын еді. Жұтқын шынымен қорқыныш деді. Ол сары көзімен құрбанын байқап, үлкен аузын ашты да, оны жеп қойды. Бір асап. Қараш. Қараңғы болып кетті, я? Я, шамалы. Қандай штырман оқиға? Дұрыс айтасың, тамаша штырман оқиға тек суық болып бара жатқан сияқты. Я, қайтамыз ба? Сенің қайтқың келе ме? Айтайын дегенім шатырға. Бұл жақсы ой. Қайтқың келмесе? Қайтқың келмесе... Жоқ, олай емес. Онда шатырға барайық. Енді бәрі жақсы, солай ма? Я, тамаша. Қайырлы түн. Не, мен ұйықтай алмайым. Тым қатты айтайын дегенім маған өте көңілді. Маған да. Ән айтамыз ба? Біз орманда жалғыз ұйықтаймыз. Біз қорықпаймыз. Жоқ. Шу шығарған сен бе? Жоқ, мен сен деп ойладым. Шамды сөндір. Ей, Шмяк, бұл саябақта аюлар жоқ екен білеміз ғой, және құбыжықтар да жоқ. Олай болса барып қарап қайт. Мен бармайым, сен бар. Онда керек болса... Мысықпен тышқан. Керек болса мойымдама, бірақ мен саған керек емеспін ғой. Солай ма? Құбыжық, қане шық. Шмяк, не болды? Сені жеп қоймады ма? Жоқ, мұнда шағалалар ірімшік майын жеп жатыр. Ол жерде ірімшік майы қалды ма? Біз ақымақпыз, құбыжық. Бұл мен жұтқын. Мен сендерді жеп қоям. Мен сенен қорықпайым. Ол жұтқын ба? Қаштық. Қалай ойлайсың? Ол кетіп қалды ма? Бәрі жақсы. Біз одан қашып құтылдық. Шмяк! Анашым, біз құтқарылдық. Кетір, ол бізді тұзаққа түсіру үшін анаңның даусымен әдейі айғайлап жатыр. Қандай қорқынышты құбыжық, енді не істейміз? Біз түні бойы осында тығыла алмаймыз ғой. Амал жоқ, Шмяк, біз онымен шайқасуымыз керек. Дұрыс айтасың, біз оны өзіміз құбыжықтармен қорқытамыз. Дәл солай, біз алып құбыжық жасап, жұтқынды қорқытамыз. Ол қорқынышынан шалбарына жіберіп қояд. Ол бізден көрет, қорқанан есінен танат. Анашым! Кешір, Шмяк, мен сені алдадым. Мен қатты қорқам. Мен бірде мойындауым керек еді. Енді кеш. Ол бізді міндетті түрде жейд. Жоқ, ұмыт. Иә, сарғайған құбыжықтан кішірекпіз, бірақ біз одан ақылдырақпыз. Дұрыс айтасың, бізге тек жоспар құру керек. Хей!
Мен осындамын, жұмыртқаның сарысы. Ням-ням-ням. Қараш, мен қандай томпақпын. Ірімшік? Ол менің атымды білет. Көмектесіңдер. Шабуылға! Жетер! Енді бізден кете алмайсың. Полли апа? Иә, бұл мен. Сендерге не болған? Мен сендердің арттарынан 1 сағат қуып жүрмін. Бірақ мұнда қайдан жүрсіз? Сендер төсектеріңе болмаған соң іздеуге шықтым. Кешіріңіз. Біз сізді сары көзді құбыжық деп ойлап қалдық. Басқа ештеңе үшін кешірім сұрағың келмей ме? Кешір, рұқсатсыз кеткенім үшін де кешір. Біз есейіп, жұлдыздардың астында жалғыз ұйықтай аламыз деп ойладық. Дұрыс айтыпсыз. Біз әлі кішкентаймыз. Жарайды. Сендер жорыққа шынымен барғыларың келді. Солай емес пе? Иә. Мүмкін сендер соншалықты кішкентай емессіңдер. Қандай керемет. Міне, балақайлар, ұйқыларыңды қандырып алыңдар. Ең бастысы, сендер кез келген уақытта қайтып келе аласыңдар. Күлкіліме, біз қорқақ емеспіз. Иә, біз қызық оқиға іздеушілерміз. Ей, сүймейсің бе?